Мына балалар, ақыр тауға шығып қалдыңыз. Мына шырша неге қыстың күні жап-жасыл, соның қиссасын айтыңыз деп мені мазалап жатыр. Баяғыда Сүлеймен пайғамбар дейді, Әбілқайаттың суы дейді, мынандай бір сиқырлы су. Ол судан ішкен адам өлмейді екен, мәңгі бақи солай жасарып жүре береді екен дейді. Сол Әбілқайаттың суын алдырып, ішсем ба, ішпесем ба деп ойға кетеді ғой. Соны Сүлеймен не жаңағы, аңқыстың тілін біледі, бүкіл жан-жануардың бәрін жинап қойды да айтты дейді. Қалай ойлайсыңдар, мына суды ішсем, мәңгі жасасам деп. Ойбай патшам, сендей әділетті патша, Әбілқайаттың суын сен ішпегенде кім ішеді? Әбден лайықсың осыған, біз хошпыз, ризамыз деп айтты дейді. Соға Сүлеймен тұрды да, бәрі түгел ма деп айтты дейді. Ана данышпан, дана, білгір, мәзере деген құмырсқа жиынға келмеді деп айтты дейді. Дереу мәзерені алдырыңдар деп дейді. Соға мәзереге қарға барды дейді. Қарға барып еді, келмеді дейді. Жұмысым бар деп бір сылтау айтты дейді. Одан қашыр барды дейді. Жұмысым бар деп дейді құмырсқа. Уақытым жоқ Сүлейменге барады. Соған итті жұмсады дейді. Ит барып еді, келді дейді. Оны Сүлеймен ашуланды дейді, мұның не сенің? Менің айтқаным екі болмаушы еді ғой патшаның. Неғып сен бұлай қырсықтың? Қарғаға сенбедім, баяғыда Нұх пайғамбарды кемесінде қазір келем деп, жер ашылмады ма, соны білем деп, Қазғұрттың тауында қашып кетіп өлік жеп, содан Нұхтың наласына қалған қарғаға сенбейін деп айтты дейді. Қашырға деп еді, баяғыда Ибраим пайғамбарды отқа өртеген кезде бұл отын тасыған арбамен, бұған да сенбейін. Итке неге сендің деп дейді. Ол баяғыда адам атаның кіндігінен жаратылып, біліске айбат шеккен адамды қорғаған. Содан итке сенем, ит адамның досы деп айтты. Жарайды, енді ақылыңды қос деп еді, менің тілімді алсаң ішпе деді. Неге деп еді? Мәңгілік бір Құдайға ғана жарасқан. Ертең қатарларының бәрі қартайып өліп кеткеннен кейін бір өзің ешкіммен айтатын естелігің әңгімең жараспайды. Сонымен өзің ерде жексұрын болып қаласың. Уақытымен кел, уақытымен кет. Содан жарасымды дүние жоқ деп айтты дейді. Содан тұрды дағыны, ай мәзере дұрыс айтады. Осының тілін алам деді дағыны. Әбілқайаттың суына алды да шашы жербет, осына шыршалар мен аршалардың үстіне барып шашылды дейді. Содан бастап бұл ағаш мәңгі бақи осылай жасыл болып тұрады екен. Әбілқайаттың суы тиген деп айтады енді. Баяғылардың әңгімесі ғой енді.